Алкиндер. Сонымен, алкиндер бұл алкиндердің келесі сатысы деуге болады. Алкиндер бұл құрамында үш байланысы бар көмірсутектер. Сонымен, біздерде жай байланысы бар алкандарды өттік. Бізде қос байланысы бар алкиндерді өттік. Және енді осы сабақта үш байланысы бар алкинді өтеміз. Алкиндердің жалпы формуласы бұл CnH2n-2. Егер естеріңізде болса, алкандарда біздерде CnH2n плюс 2 еді, алкендерде ешқандай плюс 2, минус 2 жоқ, просто, плюс 0. Ал алкендерде енді минус 2 болады. Неге? Өйткені біздерде, алкандарда түсінікті не үшін тек қана плюс 2 екен, өйткені бұл жақта әр көміртек сутекпен қаныққан. Алкендерде ситуация басқаша кішкене, олар екі сутекпен қанықпаған, ал алкинде біздерде екі сутек емес, пәм 4 сутек жетіспеушілігі бар. Сондықтан бізде мында екі сутекті, то есть ең соңында формулада біздерде CnH2n-2 деген таңба тұрады. Сонымен, осы таңбалануды қолдана отырып, бізде, в принципе, формулады қостап көрсек қазір. Так, сонда, мысалға мен қазір, алкиндер C2-ден басталады. В принципе, алкиндердің қатары C2H, сонда 2 өтілген 2, 4, минус 2 бұл 2 болады. C3H4 болады. C4H6, C5H8. Енді, қараңыз, бұларды қалай атауға болады? Біріншіден, бір көміртекті алкиндер болуы мүмкін емес, өйткені бізде үш байланыс, басқа бір көміртекпен байланысу керек хотя бы. Ол сутекпен байланыса алмайды, егер естеріңізде болса, бұл үлкен қате болып саналады. Енді, біріншісін алып тастаймыз сонда. Қарай, 2-ден бастасақ, бұл et деген түбі қолданылады. Et и жұрнақ ретінде in болады. Этиннің бізде тарихи атауы бар, яғни тривиалды атауы. Бұл ацетилен. Ацетилен деген атау бұл, то есть, бұнда бір химик болған, ол мына молекуланы тапқан, қосылысты тапқан. Енді осы қосылысқа атау берген кезде ол өзі ацетилен деп атайды. Оның кезінде ешқандай, халықаралық атаулар жүйесі деген зат болмады. Этин, пропен, бутин деген заттар қабылданбаған еді онда ерекшелеп. Сондықтан ол өзінің правасы, то есть, өзінің құқығы болды солай атауға, өзі қалайгенше. Енді келесі C3H4. Бұл пропин болады. C4H6 бутин. C5H8 пентин болады. Енді бұл момент түсінікті шығар, атаулар жүйесі қалай болады, то есть, в принципе, тура алкиндер сияқты, тек қана жұрнағы инмен аяқталады. Енді мен тағы бір айтып кеткім келіп тұрған зат, байланыстардың қандай аталуы. Егер естеріңізде болса, алкандарда бізде жай байланыстар еді. Осы жай байланысты бізде сигма байланыс деп атайтын едік. Енді алкиндерде бізде қос байланыс пайда болады. Бұл бізде пи байланыс деп аталды. Ал енді алкиндерде үшінші байланыс бар. Бұл байланысты бізде екінші пи байланыс деп атай саламыз. Болды. Сонда жай байланыс бұл сигма, бірінші байланыс. Екінші байланыс бұл сигма мен пи. Ал үш байланыс бұл жерде сигма бар, пи бар, және екінші пи байланыс бар. Сонымен, енді алкиндердің химиялық қасиеттеріне келсек. Не үшін номенклатураны мен қазір просто тастап кеттім. Өйткені алкиндердің номенклатурасы тура алкиндерге ұқсайды. Қос байланысқа, яғни үш байланысқа жақынырақ жақтан санаймыз. Кейін бізде басқа болса, оны атап шығамыз бірінші болып. Кейіннен оның қанша екенін көрсетеміз, атау береміз, тізбекке атау береміз. Содан кейін үш байланыстың қайда тұрғанын көрсетеміз. Болды. Енді галогендеу реакциясы, яғни бізде бірден химиялық қасиеттерге өтіп кеттік. Так, галогендеу реакциясы. Біріншіден бұл мысалға мен CH, үш байланыс CH, плюс бром дейін. Бром қос байланысы бар заттарға реакцияға түскенде, қос байланысы бар заттармен реакцияға түскенде, ол түссізденіп кетеді. Сондықтан бұл да алкиндерге тән қасиет болып келеді. Яғни бром алкинмен әрекеттесе, ол да түссізденеді. Сонымен, қараңыз. Менде бұл жағдайда бір қос байланыс үзіліп кетеді. Бірақ қос байланыс қалады. Сонда CH
CH и бром және бром пайда болады. Егер менде мысалға тура сол реакцияны бромның 2 молекуласымен жасайтын болсам, сонда менде CH уже бір байланыс үзілді. Астыдағы бромдар кіреді. И тағы екінші байланыс үзілді, сонда тағы бром кіреді. Енді бірінші қосылыстың атауы менде, түсінікті, 1, 2. Бірінші және екінші орында 2 бром тұр, дибром. Қос байланыс бар. Бұл ондай болса алкен деп аталады. Қос байланыс, так. Түбірсіз этен 1 болады. Мында текст ешқандай қос байланыс жоқ. Тізбек 1, 2. Сонда қараңыз, бірінші орында менде 2 бром бар, екінші орында 2 бром бар. Енді сонда 4 бром бар. Текст, мен 4 деген санды атамадым, Мен тек қана 2-нің ди болатынын атадым, 3-тің три болатыны. Енді қараңыз, 4 бізде тетра деп аталады. Тетра 5 пента деп аталып кетеді уже. 6 гекса, 7 гепта, 8 окта. Егер естеріңізде болса, бұл біздердің органиканың номенклатурасына көп кездесетін сөздер еді. Мұндағы список. Егер жатқа білсеңіз, уже естеріңізде шығар бәрі. Текст. 4 болса, сонда тетра, бром. Енді тізбекте 2-ақ көмірсутек, сондықтан бұл эт. Енді ешқандай қос байланыс жоқ, 3 байланыс жоқ, тек қана жай байланыс. Ондай болса бұл алкан, сонда этан болады. Енді 1, 2, 2, тетра, бром, этан. Текст. Гидрлеу. Гидрлеу дегеніміз бұл сутек қосылу реакциясы. Енді сонда CH плюс сутек пайда болады бізде әрине. Қараңыз, бір қос байланысты жойсақ, бізде сонда бір сутектен кірді, мұнда. Егер мен Егер мен мұндай сутектің 2 молекуласын қосатын болсам, сонда менде пайда болады CH3 уже, CH3. Бірінші жағдайда бұл жерде алкен түсілді, то есть этен. Мұнда уже этан түсілді. Текст. Бұл гидрлеу реакциясы. Енді гидрогалогендеу. Гидрогалогендеу. Қараңыз. CH, қос байланыс CH деліге, плюс H бром делік. Мынау гидро, мынау галоген. Сонымен, қараңыз, бізде CH және CH екеуі бірдей симметриялы бірдей, то есть, бірінен айырмашылық жоқ. Сондықтан, бұл жерде сутек ешкімді таңдағысы келмейді, оған бәрібір, в принципе, енді сонда, мында CH сақталып қалады, мында бром кіріп кетеді, и мында қос байланыс әлі бар. Егер мен CH плюс H бром делік. Енді қараңыз. Менде осы H бромның 2 молекуласын қосатын болсам, енді қараңыз. Бізде де сонда CH мында 2 болатын еді, енді 3 болады. Ағай, CH мында бром и мында бром. Енді бұсын атау керек. Біріншіден, оң басалар мына жаққа жақын, оң жаққа, сонда бірінші орын деп алам, екінші орын. Бұл жерде, текст, мынаны атап шығам бірінші. Бір дибром этан. Мынау менде 1, 2, сонда бір бром этен 1. Текст. Бұл гидрогалогендеу болды. Егер гидрогалогендеу кезінде сізде мысалға мынандай жағдай болатын болса, CH3, CH емес уже. Текст. Просто көмітсек, 3 байланыс CH болса, плюс H хлор делік, гидро, но галоген. Енді сутек қай жер таңдайтын еді?
Алдыңғы сабақ естеріңізде болса, бізде Марковников принципі бар еді, иә? Марковников принципі бойынша бізде сутек бұндай жағдайда қай жерде сутек көп болса, сол жерге қосылатын болады. Яғни бізде үш байланыс осында тұр ғой. Осы екі көміртектің арасында сутек мынаны таңдайтын болады. Сонда бізде CH3, С қос байланыс жойылды делік, өйткені екі молекула қоспайық сразу, типа бірден. Енді сонда мында CH3 пайда болады, мында хлор, енді 1, 2, 3, 2, 2, ди хлор пропан. Болды. Осымен все. Текс. Келесі. Гидратация. Текс. Алкиндердің гидратациялану реакциясы бізде Кучеров реакциясы деп аталады. Кучеров реакциясы, не үшін Кучеров деп аталады? Өйткені Кучеров деген ғылым осы реакцияны жазған бірінші рет. И ол осы реакцияны эксперимент түрінде бірінші болып өткізген. Сонымен, оның реакциясы бойынша бізде мысалға этинді алып, оған су қосайық. H2O. Бұл жағдайда бізде суды H2 және O деп бөлеміз. H-OH демейміз. Чисто H және O. Бір жерге сутек, бір жерге оттек қосылу керек. Бұл жағдайда сутек еш жерді таңдағысы келмейді. Оған бәрібір, в принципе, бұл жағдайда өйткені екеуінде де бірдей CH. Енді қараңыз. Бір жерге оттек қосылды, бір жерге сутек қосылды. Екінші жерде бізде сутек бар просто, и оттегі қосылу керек. Оттегінің валенттілігі екіге тең болғандықтан ол осылай қосылып кетеді. Осылай. Енді мынандай аяқталуы бар. То есть мынандай, не знаю что, функционалдық топ деп аталады бұл зат. Функционалдық топ біздерде тура спирттерде, егер естеріңізде болса, OH деген зат бар еді. Осы біздерде функционалдық топ деп аталады. Мындағы COH, CHO деуге де болады. Бұл да функционалдық топ. Бұл альдегидтер деген органикалық химияның классының функционалды тобы. Бұл да келесі сабақтарға, келесі видеоларға анонс, тизер ретінде болады. Енді тағы не айтқым келіп тұр? Бұл альдегид, оның аталуы этаналь. Аль деген, то есть типа аль деген негізі, альдегид. Бұл негізі арабша сөз болғандықтан бұл жерде аяқталу альмен болып тұрды. Басы аль дегид. И оның классының қосылыстары альмен аяқталады. Этаналь, пропаналь, бутаналь, метаналь, пентаналь, гексаналь деген сияқты. Енді қараңыз, менде мысалға мынандай қосылыс болса шал. То есть типа мында қос байланыс, үш байланыс, бізде бір жерде CH, бір жерде С бар. Оған су қосқан кезде не болады? Бұл кезде сутек оны таңдай бастайды. Өйткені ол жерде бізде екі түрлі вариант бар ғой, бір-біріне ұқсамайтын. Сондықтан сутек өзіне оны таңдайды. CH3, CH3 болып кетеді. Ал оттегі болса, қосылған кезде екі байланыспен келіп қосылады. Бұл зат этанальдың типа егізі. Бірақ та этанальда бізде бұл аяқталған жерде тұратын еді, функционалды топ. Мында сутек шығып тұрады, мында оттек шығып тұрады. Қасында ешқандай мында көміртек тұрған жоқ еді, Ал мында көміртек бар. Енді бұндай заттарды бізде кетон дейміз. Кетон. Ал мынау пропанон. Енді бұл да келесі видеоларға тизер, анонс. Бізде кетон және альдегид екеуі бірге өтілуі мүмкін. Бұл мүмкін зат. Мүмкін мен оны екі сабаққа бөліп тастаймын. Енді этаналь, пропанон, бұл реакция Кучеров реакциясы деп аталады. Бұл реакцияны есте сақтауға тура келеді. Өйткені бұл көбінесе қайталанып келетін зат. Өйткені Кучеров реакциясы деген әдемі естіледі ентіді. Сондықтан ол да қайталану мүмкін. Енді димеризация реакциясы. Димеризация біздерде бұл екі еселену деп аударылады. Яғни біздерде мысалға CH болсын, қос байланыс, CH. Оны димеризация реакциясына өткізгенде мыс хлориді деген катализаторды аламыз. Енді бұл жерде не болады? Біздерде CH и CH. Енді проблема. Енді қараңыз, бұл жерде
үш байланыс болып қалып қалу керек. Сондықтан біз жерден сутекті алып тастауға тура келеді. Мында артық алып тастадым негізі. Мына жерден ғана ала салу керек еді. Сонымен, осы жерге қос байланыс, үш байланысты қоямыз. Мында уже біз сутекті енді бұл жерге лақтырдық, иә, бізде. Мында лақтыра салайық, и мында қос байланыс қана қоямыз. Енді қараңыз. Бізде мында алкин бар, үш байланыс. Мында алкен бар, екі байланыс. Бұндай затты қалай атауға болады? Текст. Қараңыз, мен алдыңғы сабақта біз затты айтуды ұмытып кеттім. Этилен, этен, иә? Этен. Оның екінші атауы этилен. Оның тривиалды атауы бар. Бұнда этиленді біздерде винил дейтін еді. Сонымен, кейбір кездері осыны этиленді винил деп атайды. Мұнда біздерде винил ацетилен деген зат пайда болды. Текст. Бұл зат біздерде негізі ОБТ-да көп кездеспейді мына сұрақ. То есть, мына реакция. Бірақ бұл уже олимпиаданың заты негізі көбінесе. Енді химиядан көбірек есте сақтау, то есть көбірек зат бөлу үшін, оны жақсырақ есте сақтау үшін біздерде химия туралы көбірек зат білу керек. Сол үшін мен бұл реакцияны қазір қосып отырмын осында. Енді бұл реакция біздерде кейбір есептерде келетін болады біздің практикамызда, практикалық есептердің бөлімінде. Сондықтан кішкене есте сақтауға тырысыңыз және конспектте жазып алыңыз әрине. Енді тримеризация. Бұл зат енді да келеді, өте көп келген. Тримеризация бұл жерде қараңыз. Мен қазір демеризацияның қысқартылған формуласын жазайын. CH2 купрум хлор пайдаланып бізде C2 C4 қой уже. Так, C4 H. Так, 2, 3, 4 H4 болады. Бұл қысқартылған версия. Мында 2, мында 2 кету керек. Сонымен, тримеризация. Тримеризация реакциясында біздерде ацетилен 3 еселенеді. Так, CH, катализатор ретінде С-акт. Бұл белсендірілген көмір, немесе активированный уголь. Так, енді қараңыз. Мында молекулалар мынандай, так, әдемі қылып жазым кетті, да? Так, CH, қоям. CH, енді арасында қос байланыс, потом CH, арасында қос байланыс, CH, так, мында қос байланыс, CH и мынау. Сонда біздерде бастапқы C2H2 ол тримеризация реакциясына түскен кезде цикл денеді. Цикл денеді деген сөз біздерде кәдімгі тізбек болып тұрған, яғни цеп, мынандай түзу, тізбек болып тұрған зат циклға айналу процесі. Яғни мынандай дөңгелектенген бір фигура болуы. Кейбір кезде бұны былай да жазады негізі C2H2 қысқартып жазу үшін мына қысқартылған формуланы қолдануға болады, немесе мынандай просто фигураның суретін салуға болады. Так. Осындай фигура қылып. Бізде пайда болған қосылыс бұл бензол деп аталады. Бензол. Бензол деп аталуының себебі оның бензиннің ішінде көп болады деген емес негізі. Ол просто, бастапқы бензолды бензинді зерттеу кезінде осы қосылысты тапқандықтан оны бензол деп атап кеткен. Енді қараңыз. Мында есте сақтауымыз керек бұл реакцияны. Көбінесе біздерде бұл реакцияны осылай жазады. Қысқартумен бұлай жазу вообще ыңғайсыз болғандықтан. Сондықтан көбінесе осылай есте сақтауға тырысыңыз. Катализатор ретінде активтенген көмір екенін ұмытпаңыз, яғни активированный уголь екен, и осымен жеткілікті болады бұл реакция. Енді практика. Бастапқы зат пен оны гидратациясы кезінде пайда болатын өнім арасындағы сәйкестікті орнатыңыз. Гидратация, еске түсірем, бұл судың қосылу реакциясы. Сонда енді қараңыз. Бастапқы А варианты. Бұл жерде 3 байланысы бар қосылыс, пропин, су
оған су қосылған кезде мында CH3 болады, и оттегі бізде отанға көмектекке кіріп кетеді. Сонда біздерде ондай вариант бар ма? Текс. Бұндай вариант мында жоқ. Яғни бұған жауап беру керек емес, А вариантына, иә. Енді, қараңыз, мына OH деген сөз мына астында деп тұрғаны ғой. CH2 мында астында осылай тұрғаны. CH мында осылай тұрғаны. Текс, мынаны алып тастайын. Бізге ыңғайлы болып көріну үшін мен осылай жазып отырмын. Енді екіншісіне су қосатын болсақ, біздерде бір жерге CH3, екінші жерге сутек былай, оттек былай кетеді. Бұл біріншісі. Бұл бір. Б варианты. CH2 мұнда. Так, сонда. Бұл алкен. Алкендегі су қосылған кезде H, OH болып қосылады. Сонда бір жерге сутек кетеді, бір жерге OH кету керек. Сутек көп жерге кетеді, сонда CH3 пайда болады. OH біздерде сутек аз жерге кетеді. Мұнда C, F, 3 сақталып қалады. Текст, C, F, 3 бар. Аха. Мына вариант сәйкес келмейді, өйткені OH бірінші жерде тұр. Мына вариантта бізде CF жоқ, и сонда бізде үшінші вариант болады. Текст, Б бұл. Мен Б-ны шешіп отырғанын ұмытып кетіппін. Бұл жерде CH3 болады. Сонда біздерге бесінші вариант керек. Енді. В варианты тура сол баяғы. Втор болып керек тұр. Просто кішкене өзгерте салу керек мына жерде CF3-ке. Сонда бізде үшінші вариант болады бұл. В бұл үшінші вариант. Енді келесі. Алкиндердің алу жолдары. Біріншіден, ең бірінші реакция бұл кальций карбидінің гидролизі. Шатастырмаймыз алюминий карбидімен, жайды ма? Алюминий карбидінің гидролизі кезінде біздерде, H2-ны қосқанда, бізде CH4 пайда болады, метан. Бұл жерде бізде кальций карбидін гидролиз дейміз. Текс. Оған су қосқан кезде біздерде біріншіден кальций OH шығады. Екі еселенген. Плюс C2H2 пайда болады. Так, теңестіру үшін бізде мұнда 2 қою керек. Оттек саны 2 болды, сутек саны 4 болды. Мұнда 2 көбейтілген 2 болды, плюс 2 4. Оттек саны да 2 болды. Бәрі теңесті. Енді шатастырып алмаймыз. Алюминий карбидінен метан аламыз. Кальций карбидінен ацетилен аламыз, яғни этинді. Текс. Дигалогендерді, дигидрогалогендер. Сонда 2 галогені бар. Алкан керек бізге. CH3, CH, мұнда хлор болсын, мұнда CH2, мұнда хлор плюс кальций гидроксиді. Оның спиртті ертінісі керек. Сонымен, мұнда біздерде 2 галоген бар, е? Ол үшін сонда калий OH-тың 2 керек. Бір калий, бір хлорды алып алады, екінші калийді хлорды алып алады өзіне. Плюс, енді сонда, бір OH. Қараңыз, мына жердің бір калий, мына жердің хлорын алып тастады, е? Сонда, осы көміртектің қасындағы көшелердің сутегін татып алу керек. Сонда қайсын татып алу оңай болады? Әрине CH2-ден татып алу оңай. Сонда H2O. Тура сол жағдай. Мында екінші калий мына хлорды татып алды, и мына көміртектің көшелерінен сутек алу керек. Оның жалғыз көшесі бар, сондықтан одан мына жерден алып алуға тура келеді. Сонда біздерде мынандай қосылыс пайда болады. CH3 мында жалғыз көміртек қана жылады, өйткені ол хлорды да сутекті де жоғалтты. Ары қарай мында CH1. Енді қараңыз, екеуі де 2 заттан жоғалтты, е? Сонда бір ғана қос байланыс бізде аз болады. Сонда бізге 3 байланыс керек енді. Енді мына момент түсінікті болды деп ойлаймын. Так, пайда болды бізде пропин. Так. Мында 2 қойып жіберсек. Так, сонда тағы бір реакцияны мысал келтірсем. CH3, CH, мында бром,
мында бром. Ой. Ол жерге бром керек емес еді. Текс. Мында CH, мында бром, мында CH3. Плюс калий OH, спирт ерітіндісі. Калий бромды өзіне татып алады. Калий бром пайда болады. Екінші бром татып алу үшін бізге 2 калий керек. Сондықтан ол да татып алды делік. Енді бір OH. Қараңыз. Калий мынаны татып алды делік. Осы CH-тың көшісінен сутек татып алу керек. Қай көшісін таңдаймыз? Әрине CH-ты ғана. Сонда H2O пайда болады. Екінші калий OH-тың мына бромды татып алды. И енді мына көміртектің көшінің сутегін татып алу керек. Әрине CH-тан татып аламыз. Сонда қалады бізде мынандай қосылыс. CH3, C қалады. Мында да C қалады, мында да CH3 енді. Енді бұлар екі заттан жоғалтқандықтан тағы екі қосымша байланыс қоямыз. Пайда болды бізде бутин 2. Енді түсінікті болды деп ойлаймын. Келесі. Тетра галогендеуді дигалогендеу. Тетра деген сөз, яғни 4 галогені бар. Бұл, ладно, қараңыз. CH3, C, сонда мында бром бар. Мында бром бар. И CH, мында бром, мында да бром делік. Плюс сонда цинкті қоссақ. Енді қараңыз. Цинк бромдап жақсы көреді. Өзіне 2 бром татып алады. Ал егер мен 2 цинк қосамшы, ол сонда тағы 2 бром татып алады. Сонда қалады бізде CH3, C, CH қана. Бұлар 2 заттан жоғалды, сондықтан 2 жаңа байланыс қоямыз. Пайда болды бізде пропин. Текс. Енді тағы да бір мысал келтірсек, CH, текс. CH2, мында C, мында хлор, мында C, хлор, текс, текс, и мында CH3 қояйын. Плюс цинк десем, менде пайда болады әрине цинк хлориді 2 еселенген, плюс қалғаны CH3, CH2, C, C и CH3. Сонда мында тағы қос байланыс. 3 байланыс. Атаймыз. Санау мына жақтан 1, 2, 3, 4, 5 пайда болды. Текс. Пен, тин, 2. Текс. Все. Ағай. Метан пиролизі. Текс. Бұл пунктта былай болады. Метан пиролизін жасаған кезде біздерде бұл әдіс арқылы тек қана ацетилен алуға болады. Бұл жерде сонда C2, H2 дейміз, плюс сутек. Осының 2 молекуласын алу керек. Реакция 1500 градуста жүреді. Текс. Мында теңестіру үшін 3 керек. Сонымен болды. Бұл реакциямен тек қана ацетилен алынады. Басқа алкендер алынбайды бұл реакциямен. Сонымен. Практикалық жұмыс. Қосылыстың атауы мен оған жататын гомологтық қатардың жалпы формуласының арасындағы сәйкестікті орнатыңыз. Әріппен көрсетілген әріп позицияға санмен көрсетілген сәйкес позицияны таңдаңыз. Гомологтық қатар дегеніміз бұл именно, қараңыз, алкандардың гомологтық қатары. Метан, этан, пропан, бутан, пентан, гексан, гептан, октан деген сияқты. То есть, ан жұрнағы бар қосылыстардың почти бәрі, в принципе, бәрі, барлығы алкандардың гомологтық қатары. Енмен аяқталатындардың бәрі алкендердің гомологтық қатары. Инмен аяқталатындардың бәрі алкендердің гомологтық қатары. Ен сонда. Бутен. Бутен біздерде бұл алкендерге тиесілі. Алкендердің жалпы формуласы бұл CN, H2N. Сонда 2 бұл A2-ге тиесілі. Бутин 1. CN, H2N минус 2. Сонда 3-ке тиесілі. Бұл 3-ке тиесілі. Бутан бұл
алкандардың гомологтық қатарына жатады. Ол жалпы формуласы CnH2n плюс 2. Сонда B бұл B болады. Енді келесі заттардың түрленуін жүзеге асыруға болатын реакция теңдеулерін көрсетіңіз дейді. Енді кальций оксиді. Біздерде бірінші формула жазып кальций оксиді, ары қарай кальций карбиді, ары қарай ацетилен дейді, C2H2, ары қарай этаналь, текст CH3, C и H. Енді так, осы түрлендірулерді жүзеге асырайық. Кальций оксидіне біз зат қосу арқылы бізде кальций карбиді пайда болу керек. Көміртек қоса саламыз, плюс сонда CO шығады. Теңестіру үшін мында 3 қою жеткілікті. Все. Енді кальций карбидінен бізде ацетилен алу керек. Кальций карбидін гидролиз дейміз. Сонда бізде кальций гидроксиді шығады. Плюс C2H2 ацетилен. Теңестіру үшін мында 2. Ары қарай ацетиленнен этаналь алу керек. Мен оны ашып жазып қойын. Түсініктірек болу үшін. Плюс су. Мында сутек и оттек деп аламыз да. Сутек бір жерге қосылады. CH3 болады сонда. С сутекті мен былай жазам. Ол уже баз сутек еді молекуланың ішінде. Оттегі мына көміртекке қосылып кетеді де этаналь түзіледі. Такс, осымен біздерде алкиндер бойынша теориялық бөлім аяқталады. Келесі видеода практикалық бөлім болады. Сөйтіп, келесі видеода кездескенше сау болыңыз.